Мен Нұрлан қызы Диана болам. Мен Бақыт Айсұлтан. Біз топырақ пен құмды зерттейміз. Біз топырақпен зерттейміз. Мынау құм, мынау топырақ. Мынау құм, топырақ. Біз қазір топыраққа су құйып көреміз. Құмға құйған су сіңіп кетті. Топыраққа құйған су лайым болып кетті. Балалар, су қандай болады? Ақ болады. Иә, ақ, сұйық, иә? Сұйық, Және мөлдір болады, иә? мұздық. Иә. Суға біз тасты салсақ не болады? Кән тасты салып көрейікші? Батып кете ма? Кән көрейік. Суға тасты салсақ не болады екен? Батып кетеді. Кән салып көрші, Айсұлтан. Жарайсын, суға тасты салғанда батып кетті. Ал олай болса, біз енді ағашты көрейік. Судың бетіне тұра ма, жоқ әлде батып кете ме? Не істеді ағаш? Судың бетінде тұр, иә? Судың бетінде тұр. Өйткені ағаш не екен? Жеңіл, дұрыс айтасың, жеңіл. Ал тас қатты және салмағы бар, ауыр. Судың түбіне батып кетті, иә? Балалар, судың түсі қандай? Таза, иә. Қытағы мөлдір, иә? Иісі бар ма судың? Иісі? Жоқ, иә? Олай болса, сол суға бояуды салып көріңдерші. Енді араластырыңдар. Жақсылап араластырыңдар. Айсұлтан, сен суың түсі өзгерді ма? Иә. Қандай түске өзгерді? Басыл. Иә. Диана, сен түсі суың өзгерді ма? Иә, Қандай түске өзгерді? көк. Көк түске өзгерді. Демек, судың басқа қоспалармен түсі өзгереді екен, иә?